Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Хал жағдайларыңыз аман ба? Үй іштеріңіз түгел тегіс аман ба? Туысқандарыңыз түгел, бауырларыңыз бар болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айындағы небір тілектер Алланың құлағына шалына берсін. Біраз үзілістен кейін сіздермен тағы да жүздескелі отырмын. Атадан қалған асыл сөздер, батаменен ер көгереді, жауменен жер көгереді деген мақалдар бар. Оңай мақал ма, ойлы мақал ма, аузымызға сол ылғи ілігіп тұрады. Сіздерге әңгіменің басында тағы сондай мақалдармен бөліскім келіп отыр. Адамға өткен дәуір бәрі сабақ дейді. Өзіңе дейінгіні сыйламасаң, өзіңнен кейінгі де сені сыйламайды. Ақылың болса ақылға ер, ақылың болмаса нақылға ер. Нақыл деген осы мақалдар ғой. Мақалдарды тыңдаған адам, естіген адам құлағына түйіп жүрсе, құйып жүрсе, біраз өнеге алатындай екен. Оған көзіміз енді жетіп жүр. Орта жасқа келгенде ма, бұрында естіп жүрген мақалдар бар ғой, құлаққа сіңісті болып қалған. Бірақ мынау кітап білім теңіз бұлағы деген кітаптағы өте қандай бір керемет мақалдар бар. Өнегелі дана жоқ жерде, өнерлі бала да жоқ дейді. Өзін міней алмаған, басқаны түзей алмайды. Мейірімдікті анадан үйрен, әдептілікті данадан үйрен. Әдепті бала ата-анасын мақтатар, әдепсіз бала ата-анасын қақсатар дейді. Төбет орынсыз жүрсе, күшік бұзылады дейді. Орында айтылған нәрсе екен. Ілім білім 100 түрлі, 99-ы әдеп, біреуі білім деген екен. Білімді өлгенше үйренетін түріміз бар. Кітап оқи берсек дана болатын түріміз бар. Соның бір-екеуін сіздерге айтқаным ғой. Егер біреу жолға шықса, аман барып сау қайтсын, шын тілектес досы болса, сол тілеуді күнде айтсын деген екен. Досыңды мақтағаның өзіңді жақтағаның. Тонның жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы. Осындайда достардың көбісі еске түседі. Сіздермен тағы бөліскім келіп отқан бір қысқа әңгімелер бар, баталар бар. Бата деген өте батасын тура айтқан адамның жолы болғыш болған ғой. Кейінгіні жастар оны үйренсін, білсін деп сіздермен тағы да бөлісейін. Бұрынғы заманда ат келтір деген данышпан болған екен. Данышпан болғанда енді сөз тапқыш, сондай тауып айтатын өткір сөзді шешен ғой. Қаракесек руына ұзатылған апасына қонаққа барғанда ат келтір 15 жаста екен. Сол елдегі үлкен ақ үйден жиын тарқамапты. Сөйтсе, қаз дауысты Қазыбектің немересі Алшынбай бидің жалғыз ұлы қайтыс болып, соған жиылған халық екен. Небір шешен бұлбұлдар, жүйрік дүлдүлдер қайғылы Алшынбайды жұбата алмайды. Ол бүк түсіп жатып қалған. Мұны естіп ат келтір келгенде, ақ сәлделі қажы молдалар қаздай тізіліп, төрде дүрілдесіп отыр екен. Ат келтірді ұнатпаған олар ала көздерімен қарайды. Жас бала деп менсінбейді. Ешкімге көңіл аудармай, Алшынбайдың аяқ жағына келіп, шарта жүгіне отыра кеткенін ат келтір айтады. Молдалардың ұнатпаған көзінен қорқамын, қайғылы атамның сөзінен қорқамын. Айтпай кетуге болмайды, әкем айдабол сізге жіберді. Бір ел ат басындай алтын тауып тұр, екінші ел алтынды менікі деп тұр. Бермеймін деп тапқаны, аламын деп танығаны бүлінгелі халық тұр. Біріне бірі көнбесе, батырлар қанжар жанып тұр. Айласы құрып әкемнің деді сізге барып кел. Аузына қарап алшынның құлағыңды салып кел.
Айтқанын ұғып жұбымен миыңа тоқып алып кел. Сонымен келіп едім мен сізге, қисайған қыңыр қалып тұр, ерсілі қарсылы теңселіп түк бітірмей халық тұр. Мен кетейін би ата, молдалар маған налып тұр. Алшынбай жатқан күйінен аударыла бір жағына жантайып былай дейді: таласатын не бар? Тапқан қуанады, таныған алады. Тапқан бір тоғыз шүйін шалсын, таныған түгендеп алтыннан алсын депті. Сонда Аткелтір ары қарай жалғастырады. Төрелігіңе құлдық, айтқаныңа көндік, құдайы елмен жеңдік, тоқтаулы сөзге тиімі болар мекен теңдік. Сен еңіредің, халық шулап жүр, бәрін көрдік. Жұрт бүгілсе, сіз шалқақ, дұрыс па мұндай менмендік? Өзің айтқан төрең, балаңды таныған құдайға бердік. Сен тапсырдың қуанып, халық айтқасын отыру керек жұбанып. Таныған құдай сүйініп, әкетті бағлан жасыңды. Алшынбай десе алшынып, жата бермей жантайып, көтер жұртқа басыңды. Бұрынғының ізінен, тағдырдың құрған тезінен барасың қайда жол тауып. Қабыл алсаң өзімді, мақұл көрсең сөзімді, тұра келіп құр саулық, айтқан сөзге көнбесең, жата бер солай жер қауып депті. Алшынбай керегеден ұстап тұра бергенде, керегенің үш ағашы көгінен омырылып, сынып түсіпті дейді. Міне, қаза деген оңай емес. Сөзге тоқтап орнынан тұрған кез ғой. Тағы да сіздермен бөлісетін бір әңгімем. Ол баталар жайлы. Жаңа сөзімнің басында айта кеттім. Қозғанбек деген шешен болған екен. Мадияр Бәсейұлы Қозғанбек бір сараң байдың үйіне әдейі іздеп келеді. Бай үйінде болмайды. Оның бәйбішесі ірімшік шай береді, кебеже үстінде тайша қарын май жатса да дастарханға қоймайды. Сәлден соң әйел ас қайыруды күтіп, бата дәметіп, қол жайған кезде Қозғанбек былай дейді: шырағым келін, белгілі болсын десең жайың, анау қарындағы маған бастамаған майың, саруайымға жегсін, әңкүр-мәңкүр о дүниеде тамыққа сені кіргізсін, жайылымдағы биелеріңнен, атайғыр түйелеріңнен айырыл, жаман біткен осы үйге қайрыл деп иегін сипайды. Бұл атаны естіген бәйбішенің есі қалмай қорқып, баласын тайға мінгізіп ауылдан іздетіп, күйеуін таптыртып алады. Бай бәйек болып мал сойып ас істеп, ас ішілген соң Қозғанбекке қолын жайып бата бер дейді. Келін қарағым, анау қарындағы майыңды ойын тойға жегізсін, өлгенде жатқан жерің торқа болсын, биелерің құлынды болсын, атайғыр түйелерің үйірлі болсын, бар жақсылық осы үйге болсын, үрім бұтағың өсіп, дәулеттің асып, осы берген батам періштенің құлағына шалынсын, 100-ге жет, мүрдем кет деп иегін қаққан екен дейді. Міне, батаның сүйекті кәдімгі жарып өтіп, миына жеткізіп айтқаны кезі ғой. Мадияр бөлтірік болыс Қозғанбек екеуі сүгір Айсаның үйіне барып түседі. Айса қой сойып қарсы алады. Ас артында бөлтірік иегін сипай салады. Оған риза болмаған Айса жайған қолын түсірмейді. Сонда Қозғанбек былай деп сөйлей жөнеліпті: желтоқсан айы болғанда шаруалар қонар қонысқа, қонағасы беріп қол қусырт бөлтіріктей болысқа. Сұраса бата бермейтін бөлтірік, мұның дұрыс па? Жоқ болса қойын соя ма, мейманға тамақ қоя ма? Алдыңа табақ ас қойды, үстіне салып бас қойды. Екі қолың бос қойды. Мейір қайыр бар деп пең, бөлтіріктей тажалда. Адал бата тілесе білгенін адам аяр ма? Бермесең бата мен берім. Жолың болсын әрдайым, сапарға шықсаң далаға, осы үйге келіп орнағыр,
бақытты әулет көп ырыс сәтімен келсін түн қата деген екен. Сол Қозғанбектің тағы да бір берген батасы бар. Қозғанбектің Қисықбас деген ағайынның баласы туғанда тойда берген батасы. Жалғанда кем болмайды баталы құл, шашайын батаменен жемісті гүл. Дүниеге жаңа келген жас сәбиді, әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Айбынды қара ормандай шоғырлы қыл, әр іске аптықпастай сабырлы қыл. Халқына абыройлы қадірлі қыл, тарлықсыз кең пейілді көңілді қыл. Ғылымға талапты ойлы зейінді қыл, оңғарып әр талабын, мәртебесін көтеріп халық алдында пейілді қыл. Жиында айтқан сөзін жүйелі қыл, өз басын құрбысынан киелі қыл. Ер жүрек Жәнібектей парықты қыл, айнымас Сүлеймендей тақытты қыл. Асырап алталаштан шешендігін, сұр-таңдай жиреншедей жақтылы қыл. Қара балуан Жәнібектей жүректі қыл, Абылайдай 30 ұлды перзентті қыл. Ұлдарын ер шорадай келбетті қыл, батамды перзентке қабыл айлап, атағын алталашқа құрметті қыл дейді. Міне сіздермен бүгінгі бөлісетін әңгімемнің жалғасын тағы да тыңдай жатасыздар. Үйлеріңізден құт ырыс береке кетпесін. Бата айтатын, жақсылық тілейтін ата әжелеріңіз аман сау болсын. Амандық саулықта жүздескенше.